Алматыдағы трагедия. 13 адамның өлімі. Бас прокурор тапсырма берді. Алматыдағы хостелде шыққан өрт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бас прокурор тапсырма беріп, істі билікті мамандар тергейді. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Жандос Өмірәлиев айтты, деп хабарлайды Массагет.kz тілшісі. Алматыда болған өрт өте ауыр жағдай. Біріншіден мен өрттен қаза болған азаматтардың жақындары мен туысқандарына көңіл айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер, бүгін түнгі сағат 5:45-те Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментіне өрт туралы хабарлама түсті. Бір сағаттың ішінде өрт сөндірушілер өртті сөндірді. Дегенмен 13 адам қайтыс болды. Бұл дерек бойынша ішкі істер органдары қылмыстық іс қозғады, деді Жандос Өмірәлиев мәжілістің жалпы отырысынан соң. Ол бұл іске қатысты бас прокурор Берік Асилов арнайы тапсырма бергенін мәлімдеді. Бұл қылмыстық іс сапалы, жан-жақты тергелуін қамтамасыз ету үшін бас прокурор тиісті үкім шығарды. Оның тапсырмасына сәйкес бас прокуратураның билікті қызметкерлері, сондай-ақ Алматы қаласы прокуратурасының қызметкерлері тергеу тобымен бірге барлық күш-жігерімізді салып, қысқа уақытта істе жауапкершілікпен тергейміз, деді бас прокурордың орынбасары. Еске салайық, бұған дейін 30 қарашада сағат 5:35-те Алматыдағы Әди Шарипов көшесінде өрт шыққаны хабарланды. Кейінірек Алматыдағы хостелден шыққан өрт салдарынан 3 адам ауруханаға түскені белгілі болды. Оқиғадан кейін бірнеше адам басқа хостелге ауыстырылды. Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Руслан Идрисовтың айтуынша, қазіргі таңда 50-52 адам басқа хостелдерге орналастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алматы әкімі Ерболат Досаев хостелдегі өртке қатысты пікір білдіріп, зардап шеккендердің көбісі Қазақстан азаматтары, бір Өзбекстан азаматы, біреуі Ресей Федерациясынан екен. Қалғанының құжаттары қаралып жатқанын айтты. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың үкімімен Алматыдағы хостелден шыққан өрттің себептерін анықтау және оның салдарын жою жөніндегі үкіметтік комиссия құрылды. Алматы денсаулықты сақтау басқармасы өкілдері хостелден шыққан өрттен зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті осы дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабына сәйкес қылмыстық істі тіркеді. Алматы полиция департаменті өкілдері қаза тапқандар кімдер екенін мәлімдеді. Алматы әкімдігі хостелден шыққан өртке қатысты жаңа дерек айтты.